1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыдан дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Başçılığına bұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өздерін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Babalar öler, balalar gelir, analar verer tırşılık. Güldener dala, ürlenir kala, budakka jana bir şığa. To'ndirdi meni, to'ndirdi seni, 90 yili